Ұлттық бірыңғай тестілеу бұл жоғарғы оқу орындарына түсу емтиханның бір нысаны және мемлекеттік білім беру гранты тағайындау бойынша механизм болып табылады. Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу мамыр және шілде айларында өткізілді, яғни бұл ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесімен мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысуға мүмкіндік беріледі. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеуді 2 рет талапкерлер тапсырады және өздерінің қалаған нәтижелерімен мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысады. Сонымен қатар биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеудегі форматына қатысты өзгерістерді айтатын болсақ, бұл жерде тест тапсырмаларының саны бұрынғыдай 120 қалпында, ал максималды балл 140 ретінде қалды. Бірақ тест тапсырмаларының ішінде мазмұндық жағынан өзгерістер болды, яғни сәйкестікті анықтауға арналған тест тапсырмалары енгізілді. Өз кезегінде бұл балалардың функционалдық сауаттылығын анықтауға және алдағы уақытта ашық тест тапсырмаларын енгізуге жасалған қадамның бірі деп айтуға болады. Сонымен қатар бізде ерекше білім беру қажеттілігі бар талапкерлер үшін арнайы 40 минут уақыт беріледі және бұл талапкерлерге қажет болған жағдайда арнайы көмекшілер тағайындалады.